Баршаңызға сәлем, сіздермен Манат. Мен бүгін сіздерге жасалу жолымен таныстыратын боламын. Ең алдымен 400 грамм ұнға бір шай қасық қосытқышымызды қосып аламыз. Одан соң 150 грамм майымызды, бір шай қасық тұзымызды салатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Сол кезде менің жаңа рецепттеріммен бірінші болып сіз танысатын боласыз. Және 150 грамм қаймақ салатын боламын. Бір жұмыртқа бар. Жақсылап қолмен араластырып, осылай жуалай етіп аламыз. Өте жұмсақ қамыр шығады. Осылай дайын болған жуаламыздың бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Осылай 300 грамм фаршқа 2 пияз теркінің көмегімен, осылай үккіштің көмегімен өткізетін боламын. Негізі бұл самсаның көлеміне байланысты болады. Мен бұл жерде аз ғана самсаның көлемін көрсеткенмін. Бұл фарш, бірақ мен дайындаған самсадан артық. Қолмен пияз турасаңыздар да болады. Осылай мен үккішпен өткізген ыңғайлы санап, осылай үккіштен өткізіп алдым. Енді приправа салатын боламын. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді және бір қасық тұз салып, жақсылап барлығын араластырып қоямын. Енді кезегімізде дайын болған жуаламызды бірнеше бөлікке бөліп, дөңгелектеп жайып алатын боламыз, яғни самсаның формасын шығарамыз. Менде осылай 10 бөлшек дайын болды. Барлығын осылай дөңгелектеп жуалай етіп аламыз. Содан кейін бір-бірден алып жаятын боламын. Барлық жуаламызды осылай дайындап аламыз. Енді ыдысымызға самсамызды салатын боламыз. Бірінші кезекте осылай самсамызды ортасынан былай шетіне қаратып бір бөліп алып, және осылай астан жабыстырып айналдыратын боламыз. Міне қамырымыз дайын, самсамыздың формасы дайын. Сәл ретке келтіріп, осылай формамызға реттеп салып отыратын боламыз. Барлығында осылай кесіп аламыз. Бір қасық фарштан салып отырып, осылай дайындап аламыз.
осылай самсамды салып алдым. Ендігі кезекте бір жұмыртқамызға бір қасық сүт араластырып осылай беттеріне жағып аламыз. Одан соң бетіне күнжітімізді себетін боламыз. 180 градуста 20 минутта қызарғанша пісіріп алсаңыздар болады. Міне мен самсам дайын. Қараңыздар, өте әдемі шықты, көрінісі де әдемі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, подписаться басып қоюды ұмытпаңыздар. Және WhatsApp желісі арқылы поделиться басып менің видеоларымды таратсаңыздар болады. Міндетті түрде таратып достарыңызбен бөлісуді сұранамын.